Сәлеметсіздер ме? Мен Халықаралық қазақ-қытай тіл колледжі арнайы пәндер оқытушысы Кенжал Айнұр. Біздің бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы Қазақстандағы діни және қажылық туризм. Сабағымыздың мақсаты діни және қажылық туризм ұғымдарына анықтама беру, Қазақстандағы діни және қажылық туризммен таныстыру болып табылады. Діни туризм қазіргі таңда әлемде және Қазақстанда белсенді түрде дамып келе жатыр. Және діни туризм халықаралық және ішкі туризм жүйесінде үлкен рөл алып отыр. Діни туризм дегеніміз, яғни бұл тұрақты елінен тыс жерлерде 6 айдан аспайтын мерзімге қасиетті орындар мен діни орталықтарға баруды айтамыз. Діни туризм негізгі 2 топқа бөлінеді. Біріншісі бұл қажылық туризм, екіншісі экскурсиялық танымдық бағыттағы діни туризм болып табылады. Қажылық туризм дегеніміз не? Қажылық туризм дегеніміз бұл әртүрлі конфессия өкілдерінің қажылық мақсатындағы сапарларының жиынтығы болып табылады. Ал қажылық дегеніміздің өзі діндарлардың қасиетті орындарға табынуын айтамыз. Қажылық жасаудың бірнеше себептері бар болып табылады. Олардың ішіндегі негізгілерін атап өтетін болсақ, бұл психикалық және физикалық аурулардан айығуды қалау, отбасы мен достары үшін дұға ету, өмірдің мәнін табу, күнәлары үшін дұға ету, қайырымдылық жұмыстарын орындау және тағы басқаларын атап өтуге болады. Негізінде Қазақстанда кеңес дәуірі кезінде дінге сенуге, діни іс-шаралар жүргізуге тыйым салынып, қатаң бақылауда болған болатын. Тек 1990 жылдың қаңтарында Қазақстанда алғашқы мұсылмандар діни басқармасы құрылған болатын. Қазақстанда ислам дінінен басқа православдық христиан діні және түрлі секталар мен ағымдар бар болып табылады. Тәуелсіздік жылдарынан бері Қазақстанда діни мекемелердің саны артып бара жатыр, яғни 20 жылдың ішінде діни бірлестіктердің саны 6 есеге өскен болатын. Қазіргі уақытта шамамен 3000-нан астам мешіт, шіркеулер бар болып табылады. Қазіргі уақытта әртүрлі танымдық туризмнің, яғни соның ішінде діни туризм әсіресе дамып келе жатыр. Туристер қазіргі уақытта діни маңызы бар жерлерге көп барғысы келеді. Бірақ Қазақстанда әзірге бұл бағыт дамымай тұр деп айтуға болады. Өйткені туристік агенттіктердің ондай маршруттарды даярлауға, оларды алып жүруге, өткізуге дәрежелері, ресурстары әлі жетпейді деп айтуға болады. Және мемлекет тарапынан да қолдау көп емес деп айтуымызға да болады. Қазақстанда шетелдік туристерді тартуға, көрсету үшін көптеген діни орындар бар болып табылады, яғни 500-ден астам діни орындар бар Қазақстанда. Соның ішінде көбінесе оңтүстік Қазақстанда және батыс Қазақстанда бізде діни орындар өте көп болып табылады. Тек Ақтау өңірінің өзінде 365-ден астам діни орындар бар болып табылады. Қазақстандағы діни храмдарға келетін болсақ, Қазақстанда буддистік храмдарда кездеседі. Оның ішіндегі ең танымалы бұл Іле өзенінің оң жағалауында Қапшағай шатқалында орналасқан Тамғалы тас болып табылады. Тамғалы тас бұл күннің ғибадатханасы, оның үшін бұл түрлі тасқа қашалып жасалынған суреттер, петроглифтер болып табылады. Соның ішіндегі ең танымалы Будда Сакьямунидің бейнесі болып табылады. Міне бұл Тамғалы тастың бейнесі, суреті. Міне тасқа қашалып салынған петроглифтер.
Келесі Қазақстан жерінде еврей храмдары да кездесетін болып табылады. Соның ішіндегі ең маңыздысы бұл 1944 жылы Қазақстанға жер аударылып, 1944 жылы қайтыс болған Ребе Леви Ицхак Шнерсеннің қабірі болып табылады. Бұл еврей адамдары үшін, еврейліктер үшін өте қасиетті орын болып табылады, және әртүрлі елдерден еврейлер келіп осы қабірге дұға етіп өз тілектерін айтып жатады. Бұл ғибадатхана Алматы қаласында орналасқан. Бұл міне Ицхак Шнерсеннің қабірі болып табылады, және Ицхак Шнерсеннің өзі. Христиандық храмдар, Қазақстанда христиандық храмдар өте көп болып табылады. Түрлі соборлар, храмдар, шіркеулер көп кездеседі. Соның ішіндегі ең атақтысы Вознесенский кафедралды соборы деп айтуға болады. Вознесенский кафедралды соборы 1907 жылы салынған, Алматы қаласында орналасқан болып табылады. Вознесенский кафедралды соборы бұл ерекше сәулеттік құрылым. Неге десеңіз, бұл әлемдегі ең биік ағаш ғимараттардың бірі болып табылады, және әлемдегі ең биік православдық шіркеу болып табылады. Сыйымдылығы 1800 адам. Міне Вознесенский кафедралды соборы. Қазақстанда мұсылмандық орындарды жеткілікті көп. Соның ішінде атап өтетіні Түркістан қаласы. Негізгі осы қажылық жолдардың барлығы Қазақстандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен басталу керек дегендей, сондай адам халықтың аузында сондай бір заң бар деп айтуға болады. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен осы қажылық жолды бастаған дұрыс деп айтуға болады. Сонымен қатар Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен басқа Қазақстанда Қозы Көрпеш Баян Сұлу кесенесі, Арыстан баб кесенесі, Бабаджа хатун кесенесі, тағы басқа түрлі кесенелер бар болып табылады. Қорытындылай келе, Қазақстанның барлық киелі жерлерін және олардың барлығын бір сабақтың ішінде сипаттау мүмкін емес. Қазақстанда осы діни туризмді дамытудың барлық мүмкіндіктері, потенциалы бар болып табылады. Тек қана біз инфрақұрылымды, маркетингтік жолдарды жөндесек, осы діни туризмді дамытуға болады. Назарларыңызға рахмет.